Сарыағаштық шаруалардың ойлап таппайтыны жоқ. Бұл жолғы жаңашылдық Жартытөбе ауылдық округі диқандарының еншісінде. Нақтырақ айтсақ, өңірдегі жылыжайларда агроном болып еңбек етіп, кейіннен өзінің отбасылық кәсібін бастаған Қадыриддин Маккамполат бір мезетте бір аумаққа құлпынай мен сарымсақты араластырып өсіруді қолға алыпты. Дәл мұндай эксперименттің қандай артықшылығы бар? Нағима Әбдірахым біліп қайтты. Қадыриддин Маккамполатов 30 сотық аумақты алып жатқан жылыжайына құлпынай егуді бастағанына 2 жылға жуықтапты. Алғашында жай тәжірибе үшін сынап көргісі келген кәсіп бүгінде шаруаны орасан пайдаға кенелтіп отыр. Бұған дейін қызанақ пен қияр егіп, ауыр бейнеттенген азамат енді жаңа өнімге өту арқылы көп күш жұмсамай-ақ бір маусымда 7-8 миллион теңге табуға болатынын айтады. Құлпынай біздің ауылға біріншіден 2 жыл алдын өзім жаңалық кірттім ауылға, бірінші егіп. Осы қазір бізге ұнады. Помидор, огурцек қарағанда емегі оңай, доход жақсы бұда. Бұған әртүрлі зиянкестер жақындайды да, клубникаға. Тәтті болады ғой. Сол себеп чеснок білесіздер, иісі кішкене не болады, сол себептен жақындатпайды ол чеснок. Еще бір жақтан пайдалану доход, бір жақтан бағасы жақсы болады чесноктың. Құлпынайды базарға шығарып сатқанда чесноктың бағасын интересно болды. Көрдім бағасы жақсы екен да ойладым, жер бос жатқандан пайдалану керек қой. Сол себебі ектім. Көріңіз бүгін иншалла бұйырғаны болады. Құлпынайдың дәмі өзгерген жоқ па? Жоқ, дәмі сосы тәтті. Дәмі әсер еткен жоқ. Өткен жылы қанша пайда таптыңыз? 7-8 миллион теңге. Енді бүл пока теріп жатыр, енді может одан көп болады, может сошаны болады. Баға да жақсы, баға жаман емес. Жылыжайда бүгінгі таңда шаруаның өзімен бірге жанұясы да еңбек етеді. Ал өнім беру маусымы басталған сәтте қосымша жұмысшылардың көмегіне жүгінеді екен. Еңбекке епті кәсіпке мығым Жартөбелік азаматтар бір аумаққа құлпынай мен сарымсақты егіп мол пайдаға кенелуде. Осылайша жерді үнемдеп, әрі құлпынайға келетін зиянкестер мен құрт-құмырсқалардан сақтанудың амалын да ойлап тапқан. Қыркүйек айында егілген жидекті диқандар 6 ай бойы күтіп баптаған. Ал наурыз айының соңына қарай дәрумендерге аса бай құлпынай өнімдері пісіп жетілген көрінеді. Қазір өзіміздің базарларда жоғары бағада саудалануда. Нағима Әбдірахым, Аман Асылбек, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.